Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үгітілмелі самсаның рецептісімен бөліскім келеді. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа, қаймақ және де тұз. Ең алдымен тұзды ұнға қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін салқын тоңазытқыштан шыққан сары майымызды үкіштен өткіздіріп, крошки жасап аламыз. Содан кейін қаймақты және де жұмыртқаны қосып қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап біріккенше илейміз. Дайын болған қамырды мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге тартылған сиыр етіне пиязды қосамыз. Содан кейін кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қосып араластырып аламыз. Жарты сағат өткен соң мұздатқыштан қамырымызды алып, оны бірнеше бөліктерге бөліп, самсаны жасаймыз. Қамырымызды жайған кезде тым қатты жұқа болмау керек. Содан кейін ортасына салмасын салып, самсаны түйеміз. Самсаны толық жасап болған соң, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңыз бойынша мак немесе кунжут себулеріңізге болады. Дайын болған самсаларды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.